Ресей Федерациясының 32 аймағында 50-ден аса қазақтың ұлттық мәдени және қоғамдық бірлестігі бар. Бұл ұйымдар Ресейдегі қазақтардың ұлт ретінде сақталып, тілі мен ділін, дәстүрі мен мәдениетін ұлықтау жолында ерен еңбек атқарып келеді. Осы істің басы-қасында жүрген азаматтар тәуелсіздік мерекесінің қарсаңында Мәскеу қаласында бас қосты. Қазақстанның Ресейдегі елшілігінде өткен кездесуде 2016 жылы дипломаттар мен диаспора өкілдері бірлесіп өткізген шаралар қорытындыланып, келер жылдың жоспары пысықталды. Мәселен, елшілік 2017 жылы қазақ балалары арасында экспо көрмесіне арналған сурет байқауын өткізгелі отыр. Сонымен қатар, Мәскеуде Мұхтар Әуезовтің 120 жылдығына арналған қазақ тілінен олимпиада өткізу де ойда бар. Бұл шаралардың барлығына Ресей қазақтары атсалысады. Жиында қандастарымыз қазақ тілі мен дәстүрін сақтап, дамытуға қатысты мәселелерді де көтерді. Қазақ тілдің мәселесі ол енді бір күнде шешілмейтін зат, енді өзінің артынан енді посольство айтып жатыр, Министерство образования қағаздар жіберіп жатыр, на высоком уровне енді соны көтеріп жатыр. Аллаға шамандық болса, енді шешіледі деп ойлаймын. Өзімізде де қызмет істеп жатырық, өзіміз бәр регионда. Ол қазақ тілі бір жерде бар, бір жерде жоқ. Бұлай енді қиындық вопростар, аллаға шамандық біздерде шешіледі деп ойлап тұрмыз.